Kışala bet jükelerinin saldanуына, жарым дененің жансыздануына, аяқ-қолдың дәрменсізденуіне, балалардың сал ауруына, лимфа туберкулезіне, жарақаттануға, сыныққа, тері рагына, шиқанға, дене әлсіздігіне, кеңірдектің қабынуына бірден бір ем болатын дәрі. Бірінші рецепт. Бет жүйкелері салданғанда 3,5 грамм кышаланы суға жібітіп, 18-де 24 парша етіп туралған кышаланы жансызданған бетке таңатта 7-10 күнде бір рет ауыстырып отырады. Екінші рецепт. Қол-аяқ дәрменсізденгенде, жарым дене жансызданғанда кышаладан 1,5 грамм, қызыл миядан 1,5 грамм араластырып талқандайды. Артынан бал қосып араластырып 40 дана оқ дәрі жасап, тамақтан кейін 1-2 данадан қайнаған жылы сумен 7 күн ішеді. Одан соң 7 күн дем алады, тағы да жалғастырады. Үшінші, орта құлақтың қабынуына кышаланы үйке безіп, онымен суды дезинфекциялап, құлаққа тамызады. 15 грамм кышаланы кендір майына түгін қырып тастап, отқа сарғайтып қақтаған кендір майына қуырып, кышаланы алып тастап, өңделген майды 2 тамшыдан күніне 2 рет құлаққа тамызады. Төртінші, кеңірдектің созылмалы қабынуына, аурудың салдарынан арықтап әлсірегенде, 1 немесе 2 кышаланың түгін қырып немесе отқа қақтап, өңдегеннен кейін сиырның, түйенің немесе биенің 1-2 литр сүтіне салып, торсықта ашытады. Сүт 1 тәулікте ашиды. Ашыған сүтті ішер алдында көбірек пісіп, күніне 2-3 рет ішеді. Кышаланы аптасына ауыстырып отырады. Шартты мерзімі 2-3 ай қолданады. 5-ші рецепт. Қыс күндері сүт тапшы болғанда өңделген кышаланы әбден піскен тузсыз еттің сорпасына салып, көбірек сапырып, бұқтырып, кышаланың ащы дәмі шыққанда ішеді. Пайдалану мөлшері күніне 0,3-тен 0,6 грамм. Ескерту, кышала өте улы болғандықтан пайдалану кезінде қатты көңіл бөлу керек. Кышаланы жайшылықта Қытайдан келген қандас қазақтардың емшілері жақсы пайдалана алады. Күкірт рудасы жеңіл, ерекше сасық иісті, көбінесе тығыз кесек формалы, сары сарғыш, сұр немесе қоңыр, кейде қара түсті болады. Кристалл беті жылтыр, мөлдірлеу болады. Күкірт арасан, бастау, жанартау сияқты жерлерден табылады. Өңделген түрлерін дәріханалардан алуға болады. Күкірт қышқыл дәмді, улы болады. Жүйкенің әлсіздігінен болған тері ауруына, ешкі қотырға, қиғаққа, кеңірдектің созылмалы қабынуына қолданылады. Бірінші рецепт. Жүйкенің әлсіздігінен болған тері ауруға, сулы қотырға, қышыма бөрткенге күкірт сандараспен рауғаштан тең мөлшерде алып, вазелинге қосып балшық дәрі жасап жараға жағады. Екінші рецепт. Әр түрлі қышыма бөртпеден арылу үшін күкіртпен күйдірілген ашутасқа 500 грамм күйдірілген кепіс қосып талқандап, сәлерка майымен араластырып денеге жағады. Үшінші рецепт. Тұмауға, дымқылдықтан болған жөтелге, демікпеге, отқа пісірген тауық жұмыртқасының сарысына аздап күкірт қосып жесе, қақырықты босатып жөтелді тияды. Алайда жасалу мөлшеріне көңіл бөлген жөн. Төртінші рецепт. Күкіртті езіп, суын мұрынға тамызса, талмаға, бір жақ шеке ауырғанға шипа болады. Бесінші рецепт. Зиянды жәндіктер шаққанда күкіртті несепке немесе түкірікке өлтіріп, жараға жағады. Алтыншы рецепт. Әзірленген күкірт майын созылмалы қиғаққа жақса аз уақытта жазылады. Жетінші. Паразит құрттар, бит, бүрге, қандалылар жұқпалы аурулардың таралуына себепші болады. Сондықтан мұндай зиянды жәндіктерді жою үшін күкірттің үлкен дәрілік қасиеті бар. Ол үшін оңашаланған там үйдің ішіне арса орнатып, соған барлық киім-кешек, көрпе-жастықтарды асып іліп қояды. От жағылған пештің үстіне 5-те 100 грамм күкірт қойып, әлгі киім-кешектерді ыстайды. Сол кезде паразиттер жойылады. 1 сағаттан кейін есік-терезелерді ашып,
ыстаған kiyim-keshekтерді таза ауаға шығарып қағып сілкіп жинап алады. Күнтуды шөбі, тұтан шөп деп те аталады. Бұл көп жылдық шөптектес өсімдік, биіктігі 15-50 см, жалғыз әрі көп бұтақты тік өседі, 4 құрлы келеді, қандауыр формалы, жапырақтары қарама-қарсы орналасқан, гүлі қызғылт көк түсті, гүл күлтесі ұзын түтікше формалы болады. Күнтуды тоған бойларында, сайлардың дымқыл жерінде, өзен жағаларында өседі. Іле Алтай тауларында көп тараған. Күнтудының çöbü түгелдей дәрі болады. Çöpті жазда жинап алып тазалап кептіреді. Бірінші рецепт: жұтқыншақ қабынғанда күнтуды çöбін жаншып, шырынын шығарып, үстіне дәнекер ұнтағын қосып, ауызды чайқайды. Бөбектердің қышыма бөртпесіне күнтуды çöбін жаншып, нілін жағады. Үшінші рецепт: күнтуды çöбін жаншып, суланған қотырға таңады. Төртінші рецепт: рак ауруына, әсіресе асқазан, өңеш рагына 50-60 грамм күнтуды çöбін мен 60 грамм ит жүзімді суға қайнатып ішеді. Бесінші рецепт: бауыр және соққыршек қабынғанда 15 грамм күнтуды çöбін, 90 грамм итыл дәнін, 15 грамм түйнек қонақты суға қайнатып ішеді. Пайдалану мөлшері 15-30 грамм болады. Бірақ рак ауруына қолданғанда 60 грамм күнтуды çöбін қолданады. Күнбағыс: бұл күнбағар, çekirdeğik деген аттармен де белгілі. Яғни чемішке. Чемішкенің тұқымын қағып алғаннан кейінгі табақшасы, гүлі, тамыры, сабағының ішіндегі жұмсақ ақ еті дәріге пайдаланылады. Толық ашылғанда гүлін, жемсі піскеннен кейін табақшасын, ақ етін жинап алып кептіреді. Тәтті дәмді усыз болады. Бірінші рецепт: күнбағыстың тамырын суға қайнатып, сумен ауыз шайқаса, тіс қақсағанды, тіс еті қабынғанды басады. Екінші рецепт: жемістің тамырын талқандап, балшық дәрі жасап, оны шүперекке орап, жатырдың мойнына қойса, іштегі баланы түсіреді. Үшінші рецепт: жапырағының 12 грамын жаншып, ыстық сумен ішсе, жүректі айнытып құстырады. Төртінші: ыстықтан күн өтіп бас ауырғанда 20-30 грамм күнбағыс табақшасымен шағылған бір тал жұмыртқаны бір шыны суға қайнатып, жарым шыны қалғанда тамақ артынан күніне 2 рет ішеді. Бесінші: тіс ауырғанда күнбағыстың бір табақшасы мен алақат тамырын суға қайнатып, нілі шыққанда оған тауықтың бір тал жұмыртқасын жарып салып пісіріп жейді. Алтыншы: етеккір кірнесіне 30-50 грамм күнбағыс табақшасын суға қайнатып, қара шекер қосып ішеді. Жетінші: несеп жолына бүйрекке тас байланғанда 90 грамм күнбағыс сабағының өзегін, сабақ ішіндегі ақ етті суға қосып қайнатып, күніне бір реттен 1 апта бойы ішеді. Сегізінші: несептің лайланып келуіне 60 грамм күнбағыс сабағының өзегімен 30 грамм балдыр көк тамырды суға қайнатып, күніне бір реттен бірнеше күн ішеді. Тоғызыншы: қуық тұтылғанда 15 грамм күнбағыс сабағының ақ өзегін суға қайнатып ішеді. Оныншы рецепт: көк жөтелге күнбағыс сабағының өзегін жаншып, оған қайнаған су құйып, бықтырып, тиісті мөлшерде шекер салып ішеді. 11-ші: асқазанға ас батып сіңбегенде күнбағыс тамырынан, аскөктен, арпа бедияннан тиісті мөлшерде алып суға қайнатып ішеді. 12-ші рецепт: үлкен және кіші дәрет тоқтап қалғанда күнбағыстың жас тамырын жаншып, суын шығарып, балмен қосып 15-30 граммнан ішеді. 13-ші: жіңішке ауруға 30 грамм күнбағыс тамырын суға қойып қайнатып ішеді. 14-ші: жарыққа 30 грамм күнбағыс тамырын қайнатып, қызыл шекер қосып ішеді. Жарыққа дегеніміз енек жарық қой, енектің жарығын айтады. 15-ші: жоғары қан қысымы ауруына 30 грамм кепкен күнбағыс жапырағы мен 30 грамм сайсағызды суға қайнатып ішеді. 16-ші: қан аралас шөткенде 30 грамм күнбағыс тұқымын суға 1 сағат қайнатып, шекер қосып ішеді. Пайдалану мөлшері: тұқымынан 15-30 грамм қайнатып ішуге, жапырағын 6-24 грамм пайдаланса болады. Ал тамырын 15-30 грамм, ал енді сабақтың ішіндегі ақ етті
9'da 15 gram пайдалануға болады. Құрамында май, белок, кофеин, қышқылы және күрделі органикалық заттар бар.